Саламатсыздар оқушылар, бүгін біздің өтіп жатқан тақырыбымыз бойынша өнімдер өздері жайсымдарға тең бөлшектердің қосындысын табыңдар деген номері 551 есепті шығарудың жолын көрсетейін. Енді қараңыздар. 551 есепте былай деген: 3-тен 1 қосылған жұлдызшадан 1 тең 15-тен жұлдызша қосылған жұлдызша дейді. Яғни жұлдызшаның орнында қандай сым тұратындығын тауып көріппіз. Ол үшін қараңыздар. 15-ті 3-ке бөлеміз. Ол 5 болады. Сонда мына жұлдызша ол 5-ке тең болады. Сонда қарайық. 3-тен 1 қосылған бөлшек тең болады 15-тен деген. Мына жерде 15-ті 3-ке бөлген кезде 5 болады. Соны мына жерге жазамыз. 5. Сонда 5-тен 1 болады. Енді қараңыздар, 15-ті 3-ке бөлсем, мұнда 5 теңге, мұнда 15-ті 5-ке бөлем, мұнда 3 теңге, 93 көйдіш. 5 жердегі бірім 5 болады, арасында қосу болғандықтан қосу жазылады сол күйінде. 3 жердегі бірім 3 болады. Дәл солай, мысалы, екіншісінде қарап көрейік. Екіншісі былай деген: жұлдызшадан 1 қосылған 9-дан 1 тең болады 45-тен жұлдызша қосылған жұлдызша дейді. Енді қараңыздар, 45-ті 9-ға бөлем, ол 5 болады. Сонда қараңыздар, 5-тен 1 қосылған 9-дан 1 тең болады 45-тен деп жазып қоям. Енді 45-ті 5-ке бөлем, ол 9 болады. 45-ті 9-ға бөлем, ол 5 болады. Сонда бір жердегі 9-ым ол 9 қосылған 5 жердегі бірім ол 5 болады. Тең болады 45-тен 14 болады. Мұнда да жазып көрейік. Тең болады 15-тен 8 деп. Арға кеттік. Енді 513 есеп қосудың ауыстырымдық және терімдік қасиеттерін пайдаланып есептендіреді. Мысалы біріншісін көрсетейін. 513 есеп. Біріншісі 21-ден 5 ақшаның ішінде қосылған 15-тен 2 қосылған 21-ден 2 дейді. 21-ден 2 тең болады. Енді қосудың ауыстырым қасиетін пайдаланып 21-ден 2-ні мынаның ішіне кіргіземіз. 15-тен 2-ні сыртына шығарамыз. Тең болады. Сонда 21-ден 5 қосылған 21-ден 2 қосылған 15-тен 2 болады. Тең болады. 21 мен ортақ бөлімдер 21 болғандықтан екеуінің тек алымдары ғана қосылады. Сонда тең болады. 21-ден 2-ге 5 қосам, ол 7 болады. Сонда жақша керек емес, 15-тен 2 болады. Сонда енді 21 мен 15-тен ең кіші ортақ есебі неше болады бізде? Ол 105 болады. Ортақ бөлім 105 деп жазамыз. Арады 105-ті 105-ті 21 бөлсек, ол 5 теңге. Ал 105-ті 15-ке бөлсек, ол 7 теңге. Сонда 5 жердегі 7-ім 35 қосылған 7 жердегі 2-ім 14, ол тең болады 105-тен. Сонда 105-тен 49 болып тұр. Осылай қалады. Оқушылар түсінікті болса, біздер үй жұмысына 511 және 513 есептерді шығарамыз.